Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Көптен бері видео салмай кеттім. Белгілі бір себептермен. Мінекей бүгін білесіздер, иә, көптен бері естіп жатқан шығарсыздар, 24 майдан бастап кезекке қою отбасы банкке өтті дегендерді, иә. Соған байланысты көптеген кісілер қате түсініп жатыр екен. Кезекке қою, яғни бұрынғыдай қағаз жүзінде болады. Белгілі бір документтер, құжаттарды жинап, соны отбасы банкіне өткізеді екенбіз деген сияқты, иә. Осы жағына толықтырып айта кетейін. Ешқандай қағаз бастылық деген жоқ. Барлығы онлайн, цифровой түрде, бұрынғыдай кезекке тұрмай-ақ, әркім өзі жеке ноутбуктен, компьютерден өзін-өзі кезекке қоя алады. Яғни ешқандай қағаз бастылықсыз. Бірақ та отбасы банкке келіп, кеңес алып, қалай инструкциясын бұл туралы тіпті Инстаграмда да, басқа да видеоларда, осы YouTube желісіне де қалай өзін-өзі очередке қою туралы видеолар салынып жатыр. Яғни инструкция дейміз ғой, қазақшасын ұмытып тұрмын. Видео инструкциялар салынып жатыр уже. Соны көріп, өздеріңіз қойсаңыздар болады, я болмаса келіп тікелей алсаңыздар болады. Жалпы өзін-өзі кезекке қою үшін бар болғаны ЭЦП ключтарыңыз болса болды, басқа ештеңенің қажеті жоқ. Десе де, қанша жерден біз отбасы банк, яғни Инстаграм арнайы сайтына салса да, Инстаграм парақшаларына салса да, Ютубқа салса да, TikTok болсын, қай желіге болсын, қай әлеуметтік желіге болсын, ақпараттарды салып отырса да, қосымша сұрақтар қойылып жатыр. Яғни сол сұрақтарға тоқтала кетейін, жалпы кімдер тұра алады үй кезекке? Жалпы бір тоқталайық, жалпылама түрде барлығы тұра алады, тек бір шарт болу керек. Яғни ол кісі үй кезекке тұру үшін жасыңыз 18-ге толған болу керек, және де соңғы 5 жылда, я болмаса мүлде сіздің атыңызда үй болмау керек. Сонда ғана сіз тұра аласыз. Даже доля дейміз ғой, қандай да бір доля, мұралық жолмен деген сияқты ешқандай үй мүлкі атыңызда болмау керек. Сол кезде ғана сіз үй кезекке тұра аласыз. Енді қараңыз, бір үйден неше адам тұра алады деген сұрақ бар. Яғни мен де, әйелім де, күйеуім де, балам да тұра берсе болады ма деген сұрақтар да туындап жатыр. Осыны тоқтай кетейік. Бір үйден тек бір адам ғана. Егер баласы 18-ге толған немесе 18-ден асқан болса, ол да тұра алады. Егер де ол оқымаған жағдайда, жұмыс істеген жағдайда, я болмаса оқыса да басқа қалада тұрақты пропискасы болған жағдайда, яғни Алматыда тұрып, сол жақта тұрақты пропискамен тұрып оқып жатқан болса, ол кісі тұра алады. Ал егер де ата-анасымен бірге тұрып оқып жатса, онда ол кісі үй кезекке тұра алмайды. Бұның барлығы бізде, білесіздер ғой, цифровой егоп сайт арқылы барлығы көрініп отырады. Сондықтан олай істей алмайсыздар. 18-ге толған бала тұра алады ма? Я, және айтып кеттім, тұра алады. Егер де ол кісі белгілі бір категорияға жатса, я болмаса ешқандай категорияға жатпайды, бірақ жасы 18-де ата-анасынан бөлек тұрады, жұмыс істейді, я болмаса оқиды, бірақ басқа қалада болса тұра алады. Пропискаға қарай ма дейді. Жалпы қарайды деп айту керек. Себебі Алматы, Астана, Шымкент қалалары бойынша тұрақты түрде 3 жыл пропискаңыз болу керек. Яғни сол қаланың үй кезегіне тұрып, сол қаладан үй алу үшін сізде соңғы 3 жылдық тұрақты прописка қажет болады. Ал басқа қалаларға кеше тұрақты пропискаға тұрып, бүгін заявка жібере берсеңіз болады. Бұрынғыдай, яғни бұл жері өзгерген жоқ. Доход пен категорияға қарай ма дейді. Әрине қарайды. Доход ол бірінші кезекте болмаса да, бізге өткендіктен біз ол кісілердің доходтарының барлығын отслеживать етеміз, яғни қараймыз. Категорияға қарай ма? Категорияға қараймыз. Баяғыдан кезекте тұрған кезде, жилищный инспекцияда болған кезде қандай категориялар болса, сол категориялар санаты сақталады. Яғни олар кімдер? Көп балалы аналар, жетім жесір балалар,
ата анасының қорғаусынан қалған бірінші екінші топ мүмкіндігі шектеулі жандар, немесе мүмкіндігі шектеулі бала асырап отырған отбасылар, отан қорғаушылар, соғысқа қатысқан деген сияқты. Осы 12 санаттағы кісілер жатады категорияға. Бірінші кезекте преимущество сол кісілерде болады. Яғни көбінесе көңілдің барлығы сол кісілерге бөлінетін болады. Преимущество дегенді тікелей аудара алмай тұрмын, ренжімеңіздер. Депозит болуы шарт па деген сұрақ болып жатыр. Әрине шарт. Бізге өткендіктен, отбасы банкке өткендіктен, біз әрбір кезекке тұрған жанның біздің банктың клиенті болғанын қалаймыз. Біздің банкте жинақ жүргізгенін қалаймыз. Сол жинақ жүргізгеннің арқасында сіздер квоталық, ешқандай категорияға жатпасаңыз да, квоталық түрде небір төмен пайызбен үйлер ала аласыздар. Сондықтан депозит ол міндетті түрде. Ал егерде депозиттеріңіз жоқ болса, ашуға маған жазсаңыздар болады. Онлайн сіздерге ашып бере аламын. Тегін үй кімдер алады дейді. Тегін үй тарапы бізде қарастырылмаған. Тек қана арендалық үйлер, субсидия, аренда со следующим выкупом деген бар. Яғни бастапқыда арендалық түрде жалға аласыз да, кейін ол сіздің атыңызға аударылады. Сондай бар. Немесе белгілі бір мерзімге арендалық үй бар, субсидиялық үй бар. Бірақ олар алдағы уақытта толықтырылады. Демек тегін үй деген жоқ. Сондықтан неғұрлым депозит жасағандарыңыз дұрыс болады. Арендалық үйге мысалы 3 жылдан 8 жылға дейін деп айтып жатыр. Мысалы сізге 3 жыл уақыт берсе, 3 жылдың ішінде сіз қаражат жинап үй алу керек боласыз. Ал жәнегі арендалық берілген үй әрине арзан, қолжетімді бағада болады. Нарықтан өте төмен квоталық вариантта сіздерге көмек ретінде. Яғни 30 мың теңгеге сіз 2 бөлмелі үй жалдап тұруыңыз мүмкін. Біздің арендалық үйлерден есесіне сіз жәнегі артық қаражатты жинап, сол 3 жыл аралығында, немесе 8 жыл аралығында қаржы жинастырып үй алу керек боласыз. Бұл міндетті. 8 жылдан кейін шығасыз деген сияқты. Сондай бір белгілі бір шарттары болады. Оны жеке, индивидуально жүргіземіз. Яғни әрбір клиентке жеке-жеке. Сонымен түсіндіңіздер, тегін үй деген жоқ екендігін. Так, аренда, субсидия деген қалай болады деп тағы да сұраған жандар бар екен. Аренда, субсидия және айтып өткендей жеке жүргізіледі. Сіздердің сол аренда, субсидия алуға жатасыздар ма? Сол категорияға келесіздер бе? Соның барлығы жеке сараланатын болады. Яғни сіз банкке келесіз, мен субсидиямен осылай квартира жалдағым келеді. Болмаса мен арендочный жалдағым келеді. Осындай деп айтсаңыз, жеке құжаттар. Ол жерде енді әрине құжаттар легі бар, толтыру керек қағаздар бар деген сияқты. Солармен жұмыс жасап, сіздерге толықтай түсіндіретін боламыз. Егерде именно аренда, субсидия немесе аренда келешекте атына аударылатын осы 3 бағытпен толыққанды жеке жұмыс жасаймыз. Бұл жерде енді обширно айтатындай емес. Сондықтан ол сондай сұрақтарыңыз болса, банкке келіп, өздеріңіздің категорияларыңызды айтып, қандай санатқа жатасыздар, қашаннан бері тұрасыздар деген сияқты сондай қосымша сұрақтарға жауап беру керек болады. Так. Егер до брака алынған үй болса, кезекке тұра ала ма дейді. Ондай жоқ. Енді қараңыз. Мен до брака күйеуге тимей тұрып үй алдым, кейіннен күйеуге тидім. Енді екеумізге ортақ үй жоқ, немесе күйеуімде үй жоқ. Күйеуім кезекке тұра алады ма деген сұрақтар бар. Жоқ, тұра алмайды. Өйткені сіздер некедесіздер ғой. Некеде болғандықтан отбасы мүшелерінің де атында үй болмау керек деген қарастырылған бұл тарапта. Енді қараңыз, мен күйеуімнің отбасы мүшесіне кірем. Сондықтан менің атымдағы үй ол кісіге кедергі болады. Демек, ол кісі үй кезекке тұра алмайды. Түсіндіңіздер, жәнегідей бала, біздің екеуміздің атымызда ешқандай үй жоқ, бірақ біздің баламызға атасы, әжесі мұра етіп үй қалдырған болса, біз де үй кезекке тұра алмаймыз. Себебі біздің отбасы мүшемізде үй бар. Солай болып шығып тұрады базадан. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. До брака болған болсын, после брака болсын. Яғни ол үй санатына, үйдің аты үй, біз отбасы мүшесіміз, демек біз тұра алмаймыз.
түсіндіңіздер бе? Доля болсашы дейді. Доля болса, айтып кеттім мен, доля болса ол қаншалықты доля? Доля аз менде, бір комнатаға да жетпейді деп айтып жатады кейбір кісілер ше. Сондай кезде мен ол кісілерге айтар едім, форма 6 деген алыңыз. Бүкіл Қазақстан бойынша атында үй жоқ дегеннің справка бұл. Сол справканы алсаңыздар, үйі бар, үйі жоқ деген жазылып тұрады. Қалай айтсам екен? Этот человек считается, у этого человека считается недвижимость или не считается деген сияқты, үйі бар, үйі жоқ деген сол жерде жазылып тұрады. Соны оқыңыздар. Егер де сізде форма 6 алған кезде жәнегі өзіңіз санап тұрған аз доляңыз үйі жоқ деп көрсетіп тұрса, онда кезекке тұра аласыз. Ал егер де доляңыз аз болса да, форма 6 справкасында сізде үйі бар деп санатқа жазылып тұрсаңыз, онда сіз тұра алмайсыз, өкінішке орай. Жәнегі доляңыздан отказ берген жағдайда 5 жыл уақыт тосу керек болады. Енді қараңыздар. Так, мысалы дейді, қазір жас үйі жоқ ретінде тұрып, кейін статус өзгерсе, мысалы, неполный семья или многодетный болса, қайта тұру керек па или келіп обновить ету керек па деген сұрақта туындаған екен. Ол былай ғой. Мен қазір мүлдем просто үйі жоқ адам ретінде кезекке тұрып қойдым. Жасым 20-да, мысалы. Потом 22 жасымда мен күйеуге тидім. 25-26 жасымда мен 4 балам болды делік, мысалы. Сол кезде мен қайтадан өзімді многодетная мама деп қоюым керек па деген сияқты сұрақ болып тұр бұл жерде ше. Немесе біз бүгін многодетный семья болып тұрдық, одан кейін мен жолдасым қайтыс болды, неполный болып қалдық деген сияқты. Сондай сұрақтар легі бұл жерде. Олай істеудің қажеті жоқ. Статус обновления резко өзі систематично обновление жүріп отырады. Сіздер өздеріңізді жеке кабинеттеріңізде статустарыңызды, категорияларыңызды қарап отыруларыңыз керек. Егер де сізде өзгермеген болса, ол жерде личный кабинетте бар. Жаңарту деген. Соны бассаңыздар, база обновление жүретте сіздің қазіргі данный момент қандай категорияға жатасыз, сол өзгеретін болады. Так, түсінікті деп ойлаймын, қанша уақыт қаралады үй кезекке тұру өтініші деген сұрақ болды. Бұған дейін өтініштер 1 күн немесе 3 күн аралығында деп айтқан болатынбыз бұған дейін. Енді міне система іске қосылып, алғашқы адамдар үй кезекке өркен.отбасыбанк.kz арқылы тұрып жатқандықтан, сол сәйкесінше белгілі болған жайттарға қарап айтатын болсақ, резко шығады. Мысалы, сіздің атыңызда үй жоқ болса, мысалы, сіздің атыңызда үй жоқ қой, жасыңыз кәмелет жасқа толған, сіз бүгін заявка бердіңіз ба? Решениесі сразу шығады. Завершениеден кейін решение сразу шығады. Успешно, не успешно деген сияқты. Егер де қандай да бір қиындықтар туындаған болса, ол процессе деп тұрады. Я болмаса сіздің бұрынғы аварийный үйіңіз болған болса, я болмаса отбасы мүшелері әлі де согласиясын бермей жатқан болса, онда ол жерде сіз жауабын көре алмайсыз. Белгілі бір қиындықтар туындаған жағдайда ғана 3 жұмыс күн аралығында шығады жауап, ал жалпылама тура сол күні шығады. Яғни көп күттірмейді. Тұрдыңыз, тұрмадыңыз деген решениені, яғни шешімді сразу көре аласыз. Және бізден шешім көргеннен кейін, сәл-пәлден кейін бір где-то 10-15 минут аралығында сізге 14-14 SMS келетін болады. Құттықтаймыз, Бәленбаева, сіз үй кезекке тұрдыңыз, осындай санатпен деген сияқты. Үйге мұқтаж жандар ретінде қатарында жатқандықтан үй кезекке тұрдыңыз деген сияқты SMS-тер келетін болады. Бұл SMS сіздің үй кезекке жақсы тұрғаныңызды, успешно дейміз ғой, сәтті тұрғаныңыздың белгісі. Енді осы бүгінгі сұрақтар, мен жазып алған сұрақтарға жауап бердім. Бұл менің өзімнің жекеме келген сұрақтар болатын. Білесіздер ғой, мен YouTube жүргіземін, Instagram, тағысын-тағы деген сияқты, TikTok бар арасында. Сол жақтарға келген сұрақтар легі осындай. Енді мен ойлаймын, осы сұрақтарды тағы да осы бәрі түсінбей жүрген кісілер болса, жіберіп қойыңыздар, осы видеоны жіберіп қойыңыздар, осыны көріп, түсініп, біліп алсын. Жеке кеңес алғым келеді десе, менің WhatsApp номеріме жазсын, барлық сұрақтарыңызға жауап беремін. Депозиттеріңіз жоқ болса, депозит ашып жинауға көмектесемін. Жеке алгоритм жасап беремін, яғни қанша теңгеден қанша жыл жинасаңыз
ұялсаңыз қанша уақытта ұяласыз деген сияқты. Қазір қаражатыңыз болса, қанша қаражатыңыз бар, ол қаражатпен қанша миллионға одобрение бар, оның ай сайынғы төлемі қанша болады, переплатасы қанша болады деген сияқты. Қанша уақыттан кейін сіз 5%-ға өтесіз, я болмаса қазір неше пайызбен аласыз деген сияқты. Көптеген сұрақтар бар болса сіздерде менің жекеме жазылыңыздар. Қай қаладан болсаңыздар да онлайн көмектесуге дайынмын. Сондықтан жазыңыздар, сұраңыздар, біліп жүріңіздер, басқа адамдарға осы видеоны бөлісіп отырыңыздар. Және енді қандай да бір пайдам тиіп жатса, видеоға лайк басып кетіңіздер, қолдау ретінде менің арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қай мәселені білгілеріңіз келеді, осы отбасы банкіне байланысты, жалпы ұялу жағдайына байланысты болса, сұрақтарыңызды осы видеоның комментариясына жаза беріңіздер. Кезекке қатысты болсын, басқа сұрақтар болсын, мен сіздерге жауап беретін боламын. Олай болса, аман сау болыңыздар. Барлық қазақстандықтар үйлі болсын.